Грут пен ракета өте жаман эксперименттің нәтижесінде пайда болған жаратылыс иелері дәл осы уақытта Гамора күштасын іздеп жүрген еді, ал күштасы Питер Куилде болатын. Содан олар бір-бірлерімен шайқасады. Сол уақытта оларға Грут пен ракета да қосылып кетеді. Олардың шайқастары Нова әскерлері тоқтатып, оларды түрмеге қамайды. Бірақ та бұл жерде олар өзінің отбасынан айырылған Дракспен танысады. Сөйтіп барлықтары қосылып, түрмеден қашады. Түрмеден қашқан соң олар Ронанның және де таныстың жаман ойда екенін біліп, барлықтары қосылып қарсы тұрады. Нәтижесінде Грут қаза табады, тек оның кішкентай бұтағы ғана ракетада қалады. Олар Ронанды өлтірді, бірақ танысты өлтіре алмады. Сөйтіп барлықтары галактика сақшылары атты топ құрады. Ракета алып қалған бұтағы өсіп, онда атын Грут деп қояды. Галактика сақшылары кезекті бір әлемді қорғау кезінде суверендіктерге қателік жасап, олардың ашуына тиіп, кемелерін бұзып алады. Содан олар бір ғаламшарға түседі. Ол жерден ол өз әкесін көреді. Сөйтіп Жұлдызды Лорд, Гамора, Дракс үшеуі әкесімен бірге кетеді, ал Грут, Небула және ракета кемеде жүдеуге қалады. Сол кезде Небула сатқындық жасап, оларды жау қолына ұстап береді. Ол жерден ол Груттың арқасында шығып, Йонду, ракета және де Грутпен бірге Жұлдызды Лордқа қарай барады. Сол уақытта Жұлдызды Лордтың әкесі Эго жаман болып шығады. Содан барлықтары қосылып шайқасады. Шайқасқа Небулада да қосылады. Шайқас Груттан бомба басуының арқасында аяқталады. Нәтижесінде Эго өлім құшады, ал оның көмекшісі Мантис Гамораның құрбысы Небула екеуі галактика сақшыларына қосылады, ал Йонду өлім құшады. Америкада жұмысқа кіреді және де ол Кейти атты жаңадан досымен танысады. Галактика сақшыларынан ұтылған Аиша Адам Уорлокты босатады. Фостер Тормен кездесуді тастады. Кек алушылар тобы ақыл тасын алады және де ақыл тасын 3 күндікке өздері алып қалады. Сөйтіп Брюс Бэннер мен Тони Старк екеуі жаңадан технология жасамақшы болады және технологияны дайындап өздері кеште жүреді. Сол уақытта олардың жасаған технологиялары жауыз болып шығады және де атын Альтрон деп қояды. Сөйтіп Альтрон Петро Максим пен Ванда Максимпен танысып, олардың өзін әскер қылып алады. Сөйтіп ол өзінің денесін жаңарту үшін вибраниум алмақшы болады. Оған кек алушылар қарсы тұрады, бірақ та сәтсіз шығады. Сөйтіп Альтрон жаңадан деңгейге жетеді. Сөйтіп кек алушылар тобы соңғы шешуші шайқасқа қатысады. Шайқастың нәтижесінде олар Vision атты жаңадан роботты пайда қылып шайқас болады. Шайқаста кек алушылар тобы ұтады. Сөйтіп фильмнің соңында халық өз еркімен ғарышқа ұшып кетеді. Кек алушылардың жаңа мүшесінен Америка өзінің қолына алады. Ванда мен Vision бір-бірлерімен танысады. Хэнк Пимнің костюмын Скотт Лэнг иемденді және де ол енді жаңа құмырсқа адам болды. Онымен бірге ол ең алғашқы кванттық әлемнен оралған адам болды. Әлеуметтік желіде өрмекші адам деп аталатын супер қаһарманның видеолары тарап кетті. Марташта Китсили деген сиқыршы Калиостро кітабының бір парағын жұлып әкетеді. Атақты сиқыршы доктор Стрэндж үлкен апатқа ұшырайды. Соның кесірінен ол өз қолдарын қимылдатудан қалады. Өз жарасының емін әртүрлі елдерді аралап іздейді. Кек алушылар тобында көптеген бытыраңқылықтар мен бір-бірлерін түсінбеушіліктер көбейіп кетеді. Содан топ Тони Старк пен Стив Роджерс деп екіге бөлінеді. Сөйтіп Капитан Америка құмырсқа адаммен танысып өз тобына қосады, ал темір адам өрмекші адамды тауып оны өз тобына қосады. Сөйтіп екі топ арасында үлкен шайқас болады. Шайқастың кесірінен темір адамның досы Роуз жараланады. Содан соң темір адам ашуланғаннан соң ең соңында шешуші шайқас болады. Соның әсерінен ең соңында темір адам ұтып Капитан Америка ұтылады. Сөйтіп Капитан Американың тобындағы адамдардың барлығы үй қамаққа немесе түрмеге түседі.
Қара жесір баяғыда жоғалып кеткен қарындасын, анасын, әкесін табады және де өзін баяғыда ұстаған құпия ұйымның қас талқанын шығарады. Капитан Американың кейбір мүшелері түрмеден босатылды және де олар Европаға кетті. T'Challa Вакандаға келіп патша болады және де осы жерде ол өз костюмын жоғары дәрежеге көтереді. Кенет оның жоғалып кеткен туысқаны Killmonger кездеседі және де ол екеуінің арасында таққа талас болады. Сөйтіп T'Challa жеңіліс табады, бірақ та Killmonger елдің жағдайын нашарлатып жіберген соң қайттан шайқасқа түседі. Шайқаста сөйтіп T'Challa ұтады. Вакандаға қысқы әскер келеді. Темір адам өрмекші адамға жаңадан костюм берді және де Нед Питер Паркердің өрмекші адам екенін біліп қойды. Дәл осы уақытта құзғын атты жауыз пайда болды. Осымен шайқасу кезінде өрмекші адам көптеген келеңсіздіктерге душар болып, одан темір адам костюмын алып қояды. Сөйтіп ол өзінің баяғы костюмымен құзғынмен шайқасады. Сөйтіп құзғынды ол ерлікпен ұтқаны үшін темір адам қайтадан костюмды береді. Өзінің қолының жарасының емін іздеген доктор Стрэндж соңында древнимен танысады. Сөйтіп ол сиқыр арқылы оның қолын емдеп береді. Ол сиқырды көрген соң одан сиқыр үйретуді сұрайды. Сөйтіп древни келіседі. Сөйтіп екеуі бірге сиқыр үйренеді. Сол кезде ол Вонг есімді сиқыршымен де танысады. Кейіннен ол древнимден өте жақсы сабақ үйреніп, сонда уақыттасын емденеді. Оны көре алмаған Мордо оның жау болып шығады. Кейіннен ол Калиостро бетін жыртқан Китсилемен Стрэндж шайқасады. Шайқас кезінде древни өлім құшады. Содан доктор Стрэндж ұтамаған соң Дармаму арқылы Китсилиді ұтады. Тор кезекті бір Асгардты қорғау кезінде Суртурмен шайқасады. Суртурды жеңіп келген соң ол Одиннің жоқ екенін көреді. Сөйтсе Один Норвегияда болып шығады. Один өзінің өмірінің соңына жетіп көз жұмады. Сол кезде бірден Хела түрмеден босап келеді. Сөйтіп ол бірден келе салысымен Тордың балтасын сындырып тастайды. Сөйтіп Тор мен Локи қашу кезінде Авайста Сакар қаласына құлап түседі. Сөйтіп ол жерде оны тұтқын деп алып, оны түрмеге қамайды. Сол жерде ол Калисей шайқасына қатысады. Калисей шайқасында ол халықпен кездеседі. Сөйтіп халықпен шайқас болған соң халыққа өзінің Тор екенін түсіндіргісі келеді, бірақ та оны халық түсінбейді. Сөйтіп ол өзінің баяғы кемесін көрсетіп, оны қайттан Брюс Беннер келбетіне ауыстырады. Сөйтіп осы жердегі Валькириямен танысып, және де Локиді алып, Сакар қалашығынан қашады. Сөйтіп ол Хелаға барғаннан соң Хеламен шайқасады. Хеламен шайқасу кезінде ол бір көзінен айырылады. Сөйтіп оны жеңе алмаған соң Суртурды босатып, Хеланың өлуіне және де Асгард ғаламшарының жойылуына алып келеді. Локи мен Ронанның сәтсіздіктерінен соң және де асырап алған қыздарының сатқындығынан соң ол барлық істі өзіне алып, шексіздік тастарын өзі жинағысы келеді. Сөйтіп ол Эйтри гномдарына барлық тасты ұстайтын қолғап жасауды бұйырады. Шексіздік қолғабын жасап болған соң басқа біреулерге де көмектеспесін деп, тек бірақ гномды қалдырады, бірақ та оның қолын кесіп тастайды. Хэнк Пим әртүрлі кванттық әлемдерге арналған тәжірибелерді жасау арқылы өзінің әйелін қайтарып алғысы келеді және де ол қызына жаңадан костюм алып береді. Бірақ та ол жасай алмаған соң құмырсқа адамды үй қамағынан құпия түрде алып келіп бірге жасай бастайды. Сол кезде оған Елес атты жауыз адам да қарсы тұрады, бірақ та ең соңында ол өз әйелін алып келеді. Сөйтіп ол Елесті кванттық әлем ауруынан жазылдырып береді. Бірінші Танос кеңістік тасын алмақшы болып Асгардтықтарға шабуылдайды және де олар Асгардтықтарды жеңіп кеңістік тасын иемденеді. Дәл осы уақытта ол жер ғаламшарына да өз әскерлерін жібереді. Сөйтіп ол Вижнді жарақаттайды, ал Тони Старктың тобы болса солармен бірге ғарышқа кетіп қалады. Дәл осы уақытта Тор ұтылып қалғаннан кейін галактика сақшыларымен танысады. Сол уақытта Танос коллекционерден өз тасын алады, ал Вижн болса жарақаттанған соң Вакандаға қарай барады. Вакандада өз досы Ваки Барнсты көреді. Сол уақытта ғарышта темір адам Жұлдызды Лордтың қалған топтарымен танысады. Сөйтіп олардың барлықтары жоспар құрады. Бірақ та Танос келіп олардың барлығын жайратып уақыттасын алып кетеді. Сол уақытта Тор Грут пен Ракетемен қосылып өзінің балтасын жасауға кетеді. Сөйтіп ол балтаға барған уақытта
гномның қолынан айырылғанын көреді, бірақ та оны жігерлендіріп өзінің балтасын жасайды. Сол уақытта Капитан Америка Таносқа қарсы өте үлкен дәрежеде дайындалып жатады. Сол кезде Тор да келіп жетеді. Дәл осы уақыттарда Танос Гамораны өлтіріп, жантасына да иемденеді. Сөйтіп ол келген уақытта барлығын жайратып салады. Сөйтіп ол тастың барлығын иемденіп шертеді. Дәл осы уақытта Тор тоқтатады. Алайда бәрі кешеді. Кек алушылар тобы ұтылып, ал Танос әлемнің 50% халқын жойып жіберді. Таныстың 50%-ды жоюдың кесірінен Қара Пантера, Қысқы әскер, Сокол, Өрмекші адам, Мантис, Грут, онымен бірге Дракс, және де Жұлдызды Лорд, Темір адам досы Роуз, дәрігер Стрэндж, Ванда Максимов, Елена Романов, және де Хоуп Ван Дайн, және де Джанет Ван Дайн, сөйтіп Хэнк Пим жойылады. Құмырсқа адам кванттық әлемде қалып кетеді, және де Ник Фьюри жойылар алдында Пейджерді басып үлгереді.